Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің 4-ші курс білім алушысы Аян-қызы сындар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жылулық қозғалысы, броундық қозғалыс және диффузия. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдейтін мысалдар келтіру және тәжірибені сипаттау. Сабағымыздың мақсаты барлық оқушылар молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдейтін мысалдар келтіреді, тәжірибені түсінеді. Көпшілік оқушылар жылулық қозғалыс қандай шамаға тәуелді екенін тәжірибе арқылы анықтайды және броундық қозғалыс пен диффузияны айырмашылықтарын ажыратады. Кейбір оқушылар механикалық және жылулық қозғалыстардың ұқсастықтары мен айырмашылығын дәлелдейді. Барлық денелер молекулалардан, ал олар атомдардан құралады. Молекулалардың өзара орналасуына және қозғалысына байланысты зат қатты, сұйық немесе газ күйінде болуы мүмкін. Бұны сендер алдыңғы білімнен білесіңдер. Молекулалық кинетикалық теория. Молекулалық кинетикалық теорияның мақсаты макроскопиялық денелердің қасиеттерін, оларда болып жатқан жылулық процестерді түсіндіреді. МКТ-ның негізгі 3 қағидасын айта кетейік. Бірінші қағида: барлық денелер микробөлшектерден тұрады. Екінші: денедегі микробөлшектер үздіксіз және хаосты қозғалыста болады, яғни ретсіз қозғалыста. Үшінші: денедегі микробөлшектер өзара бір-бірімен әрекеттеседі. Осы тұста негізгі ұғымдар туралы айта кетейік. Атом дегеніміз барлығымыз білетіндей дененің бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі. Ал молекула заттың химиялық қасиетіне ие, оның ең кіші бөлігі. Диффузия – бір зат молекулалардың екінші заттың молекулааралық кеңістігіне еніп кетуі. Алдарында 3 сурет берілген. Бірінші сурет барлығыңа таныс атом суреті, екіншісі молекулалардың кристалды тор құрап тұруы, үшінші диффузия. 1827 жылы ағылшын ботанигі Роберт Браун гүл тозаңдарының кішкентай бөлшектері жүзіп жүрген су тамшысын микроскоппен бақылап, тозаң бөлшектері үздіксіз, ретсіз қозғалатын және сол қозғалыс шексіз жүретінін анықтаған. Броундық қозғалыс газда немесе сұйықта жүзіп жүрген қатты дененің микроскопиялық көрінісін өте ұсақ бөлшектерінің ретсіз қозғалысын броундық қозғалыс деп атаймыз. Алдарында броундық қозғалысты толықтай түсіндіретін сурет берілген, мұқият қараңдар. Келесі диффузия. Бір заттың бөліктерінің екінші заттың бөлшектерінің араларына өтіп, бір-бірімен өзара араласып таралуын айтады. Алдарында 3 сурет берілген. Бірінші суретті қарап отырсаңдар, суға марганцовканы тастады. Екінші суретте тарала бастады. Үшінші суретте бір зат пен екінші зат молекулалар толықтай бірлерінің аралықтарына енді. Диффузияның жылдамдығы туралы айта кететін болсақ, заттардың агрегаттық күйлеріне тәуелді өзгеріп отырады. Диффузия қатты денелерде, сұйықтарда және газдарда әртүрлі жылдамдықпен жүреді. Қатты денелерде диффузия тым баяу жүреді, ал газдағы диффузия сұйықтағы диффузиядан бірнеше есе артық жылдамдықпен өтеді. Шынында да қант пен тұздың суда еруін едәуір уақыт тосатын болсақ, әтір немесе бензиндің иісі ішіндегі ауаға әп-сәтте тарап кететінін байқауымызға болады. Келесі кезекте алдарыңда сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екендігін анықтаңыз деген тапсырма берілген. Осының алдында айтылған дәрісті саралап, оқулықтарыңа қарап, осы тапсырманы орындайыңыздар. Олай болса, орындап болсаңдар, дұрыс қатесін тексерейік. Бірінші, температура неғұрлым жоғары болса, біртекті ерітінді соғұрлым тез түзіледі. Бұл әрине дұрыс тұжырым. Екінші, диффузия екі түрлі күйдегі заттар арасында жүрмейді. Бұл бұрыс тұжырым. Диффузия қатты заттар арасында да жүреді. Әрине дұрыс. Үшінші, диффузия газдармен салыстырғанда сұйықтарда жылдам жүреді. Бұл бұрыс. Осы тапсырманы барлықтарың жақсы орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі жылулық қозғалысы. Жылулық қозғалысы дегеніміз молекулалардың үздіксіз хаостық қозғалысы.
хаостық деген, яғни ретсіз қозғалыс. Молекулалардың жылулық қозғалысы ешқашан тоқтамайды. Оның сипаты заттың агрегат күйіне тәуелді, яғни заттың қатты ма, сұйық па, соған тәуелді болып келеді. Қатты денелердің молекулалары тек бір тепе-теңдік орынның айналасында тербеледі. Барлық жағдайда да жылулық қозғалысының қарқындылығын температураға тәуелді болады. Енді ашық тест орындайық. Небәрі 5 ашық тест берілген. Орындап көріңдер. Орындап болсаңдар, тексерейік. Кәнекей, бірінші. Денелер температурасының өзгеруіне қарай олардың қызуына немесе салқындауына байланысты құбылыстар жылулық құбылыстары деп аталады. Екінші, молекулалардың бейберекет қозғалысын броундық қозғалыс деп атаймыз. Үшінші, МКТ-ның дамуына ұлы орыс ғалымы Ломоносов үлкен үлес қосты. Броундық қозғалыс бұл сұйықтардағы немесе газдардағы қалықтаған бөлшектердің жылулық қозғалысы. Бесінші, броундық қозғалыстың молекула-кинетикалық теориясын 1905 жылы Эйнштейн мен Смолуховский жасаған болатын. Жарайсыңдар балалар, осы тапсырманы бұлжытпай қатесіз орындап шыққандарыңа сенімдімін. Енді үйге тапсырма берейін. Оқулықтарыңдағы жылулық қозғалысы, броундық қозғалыс, диффузия деген тақырыптың бірінші жаттығуындағы 4-5 есептерді шығарасыңдар. Құрметті оқушылар, бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінбеген жерлерің болса, оқулықтан толықтыруларыңа болады. Бүгінгі сабақты назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.